Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін балдай тәтті тауық етінен жасалған рецептпен бөлісетін боламын. Ал сіз жайғасып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге 500-600 грамм тауық еті қажет, немесе сіз басқа да еттің түрін қолдансаңыз болады. Тауық етін алып, бөліп, одан кейін видеодағы көрсетілгендей үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Еті турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып, етімізді маринадтауға кірісеміз. 1 асық соя соусы, 6% алма қышқылы, 1 ас қасық жүгері крахмалы, 1 жұмыртқаның ағы, сарысын бөлек алып қаламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Еттің дәмі кіру үшін оған үгітілген бұрышты себеміз. Енді етімізді жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Соус жасауға кірісеміз. Бөлек ыдысқа 4 ас қасық соя соусын, 1 ас қасық 6% алма қышқылын, 1 шай қасық қант немесе бал және 1 ас қасық күнжітті қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Жарты сағат өтті, табаны қыздырып, тауық етін бөлек бір-біртіндеп қойып, жақсылап қуырып аламыз. Жан жағынан қуырып аламыз, 4-5 минуттан аударамыз, содан кейін бөлек ыдысқа салып аламыз. Тауықтың екінші бөлігін тура солай 4-5 минуттай қуырып аламыз. Екі тауықтың бөлігін бірге араластырып, тағы да 2 минут қуырғаннан кейін үстінен соусымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, 3-4 минут бетін жауып бұқтырып қоямыз. Плитамызды орташа қылып қоямыз. Осындай карамель түсті болуы керек. Біздің керемет асымыз дайын болды, достар. Оны соуспен берсеңіздер болады. Біздің бонеке керемет болып шықты деп айтты. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.